Ассалаумағалейкум көрермендер, сіздермен бүгін мен Клаус. Менің ютубтан жоғалып кеткеніме көптеген айлар болып қалды және оның өзінің себептері бар. Енді міне құдай берсе ютубқа да келіп қалдық. Енді сендермен күшті контенттермен бөлісетін боламын. Меніңше біз видеоға кеттік. Мен бұл жерде дальнобой істегім келіп кетіп, мен және бұл жерде 150 мың биткоинға бүкіл лицензияны алып алған болатынмын. Және мен оны ағылшынша әріппен лик 225 деген немен қазір қарайтын боламын. Және міне өзіме жібердім және міне менде бүкіл лицензия бар. Мен бұнымен қазір дальнобой болып жұмыс істейтін боламын. Және міне мен мына жерден фура алып жұмысқа кірісейін деп едім. Маған фура бермей және мен ТК-ға кірмедім деп кірейін деп жатсам, маған сенде медкарта жоқ деді. Және мен қазір жақындағы медкартаға баратын боламын. Міне және мен неге келіп уже 5000 рублейге медкарта алып қойған болатым және мен бұны 10 минут күтетін боламын. Және міне таймды қарап алдым. Енді уақыт өтуін күтеміз. Және менде кубок штурманың көптеген билеттері бар. Міне көріп отырғандай 115 билет бар. Мен бұны қазір ойнамаймын, өйткені бұның кубок штурманың бітуіне тек 2 күн қалды. 2 күннен кейін обновлениеде бүкілін ойнайтын боламын. Мына жерде негізі мен соңындағы машинеге жеткізем ба деп ойлаған едім мынаған. Және мен бұған жете алмай қалған болатын. Менде келесі сезонын күтетін болам. Міне мен енді больницаға келіп өзімнің медкартамды алып алған болатынмын. Және мен транспорт компанияның ВБ деген компаниясына кірейін деп жатқан болатын. Басқалар не очень. Міне мен қазір далаға шығып өз фурамды арендовать ететін болам. Және бұл жерде маған ұнайтын фура бұл премиум деген осындай дәу газельдерін қарағанда өте ыңғайлы. Сосын мен осыны алатын боламын. Және міне мен уже өзімнің заказыма қарай шахтаға қарай бара жатқан болатынмын. Мына жерде мен осындай бір машина көріп қалған болатын және бұның мен бағасын сұраймын сколько деп. Гоу және 2К деп неттім, бұл 3 миллион 500-ге берем деді. Және бұл жерде бұл 2 миллион дедім, бұл 2,5 миллион деді. Мен бірақ бұған бәрі 2 газ деп жазайын деп жатырмын. Мен сөзге келіспеймін, басқа машиналарды қарайтын боламын. Басқа дұрыс машина таппағандықтан және өзімдегі осы үстімдегі аксессуарларды сатайын деп высокий классқа кірген болатын. Міне бүгін обновление шықты. Мен бұны 1-2-3 күн түсірмей қалдым. Және осы жерде маған өте керемет заттарды беріп жатқан болатын. Міне жаңа добычадағы кеспом ашадым және бұл жерден веб-сервер 7 күнге түсті. Жарайды, бұны 21-ға распылит етеміз және уже екіншісін аштық. Бұл жерде VIP Gold 3 күнге түсті және біз бұнда распылит етіп жіберетін боламыз. Және мен блокбастың шыққанда сәзнесін оңдырмай 4-ші левелға жетіп алған болатынмын. Менің видеом аяқталды. Қош сау болыңдар.